Дәл осы күйге қалай түскенімді айтып берейін бе? Өз көздеріңізбен көріңіздер. Сәлем достар, менің атым Сезім. Бұл менің құпия влогым. Құпия дейтінім, бұны әлі ешкім көрмеді, бірақ бұл әзірге. Бүгін мен үшін ерекше күн. Себебі мен қаламыздағы ең мықты элиталық мектепке грант ұтып алдым. Шын айтайын ба? Мен қорқып тұрмын. Қоя берші, бәрібір мен грант ұтып алған жоқпын ба? Мен кеттім. Балалар, бүгін бізде жаңа оқушы келеді. Міне өзі де келді. Сезім, кіре ғой. Кіре ғой. Подиумнан емес, тікелей базардан келген сияқты ғой. Доғарыңдар. Сезім, қаламыздағы ең үздік нәтиже көрсеткен оқушылардың бірі. Сол себептен 100% грант иегері. Құттықтаймыз. Ал Сезім, өзің туралы айта ғой. Менің атым Сезім. Не болды соншама? Екі әріптің басын қоса алмай. Жақсы, Сезім, бос орынға отыра бер. Қызық болады. Ей қыз, сені оқымысты дейді ғой. Бұл сыныпта ең жақсы оқитын мен. Сондықтан қанша тырыссаң да маған жете алмайсың. Түсіндің ба? Ашуыңды бас. Буланып кетіпсің ғой. Иә, бүгінгі күнім осылай өтті. Адам сенсіз. Қалайша мен осындай сенімділігімнен айырылып қалдым? Негізі әбәжептеуір сөйлеп жүрген адам едім ғой. Так, бұлай болмайды. Мен өзіме және өзгелерге бір нәрсені дәлелдеуім керек. Так, не істесем болады? Қазір. Иә, бірінші күнім осылай өтті. Екінші серияда не болған қызық па? Қызық болса, комментарийге екінші серия деп жазуды ұмытпаңыздар. Әрине, медиа парақшасына тіркеліңіздер.